Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы күй құдіреті. Бүгінгі сабақта шығармадағы көркем ойды жалғастырасың. Жұмбақты шеш. Қос қазық, екі желі, 8 ноқта, сөйлейді шежіредей адам соқса, тағы бір мінезі бар таңғажайып, еш уақыт сөйлемейді адам жоқта. Балалар, жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Жұмбақтың шешуі қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Бүгін біз күй құдіреті деп аталатын аңызды түсініп оқитын боламыз. Бірде Фараби әмір сарайына барыпты. Онда әкімдер, ғалымдар, өнерпаздар көп жиналған екен. Қыпшақтарша киінген Фараби елеусіз ғана бір шеттен орын алады. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп, мәз мейрам болады. Енді бір күйін тартқанда, әлгілер қамығып жылай бастайды. Және бір күй тартқанда, бәрі маужырап, ұйықтап қалыпты. Фараби бұл күйлерді тартқан Қыпшақ әл-Фараби деп хат жазыпты да, өзі сарайдан шығып кетіпті. Әмірші оны қанша іздесе де таба алмапты. Балалар, мәтінде кездескен сөздікпен жұмыс жасаймыз. Қыпшақ, рудың аты, құдіреті, мұнда күші, қасиеті деген мағынаны білдіреді. Суретке зер сал. Күйші қандай күй тартып отыр деп ойлайсың? Неліктен? Мұнда күйші көңілді күй тартып отыр. Себебі айналасында тыңдап отырған адамдардың көңіл күйлері көтеріңкі, барлығы күліп отыр. Фараби тартқан күйдің құдіреті неде деп ойлайсың? Мәтінге сүйеніп жауап бер. Күй құдіреті ұйықтатады, жылатады, күлдіреді. Күй халықтың жаны, халық қуанса да, қапаланса да домбыраға қол созған, күймен жұбанған. Күйде халқымыздың мұңы мен зары, қуанышы мен қайғысы, аңсаған арманы, іздеген мұраты бейнеленеді. Әмірші Фарабиді неге іздеді деп ойлайсың? Болжа. Әмірші Фарабиді іздеген себебі оның күйлерін тыңдағысы келген болар. Ал сен қалай ойлайсың? Өз ойыңды айт. Кім жылдам ойыны? Суреттегі домбыраның әрбір дыбысынан басталатын өнерге қатысты сөздерді тап. Музыкалық аспап, аса таяқ, дыбыс ырғағы, ритм. Күйшінің аты, ықылас, ұрмалы аспап, барабан. Пәннің атауы, музыка. Музыканттар ұжымы, оркестр. Оркестрді басқарушы, дирижер. Қандай күй тыңдағанды ұнатасың? Қазіргі өнер сахнасындағы күйшілерді білесің бе? Мысалы, көңілді күйді тыңдасаң, сенің көңіл күйіңді көтереді. Қазіргі өнер сахнасындағы күйшілер Асылбек Еңсепов, Секен Тұрысбеков, Жасарал Еңсепов, Төлеген Момбеков, тағы да басқа көптеген күйшілер бар. Нұрғиса Тілендиевті де атауға болады. Оның да оркестрде ойнайтын көптеген күйлері бар. Ал сен қандай күйшілерді білесің? Өз ойыңды айт. Және ұстаздарыңа кері байланыс жасауды ұмытпа. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.